Бүгін номері 108 жалпы білім беретін мектебімізде мектеп президентін сайлауы өтіп жатыр. Мектеп президенттігіне үміткерлер, оқу озаттары, мектептің қоғамдық жұмысына белсене ат салысатын оқушылар. Олар 10-шы Б сынып оқушысы Жетиев Қайсар, 9-шы А сынып оқушысы Нуриева Әсел, 10-шы Б сынып оқушысы Асанова Хадиша және де 10-шы Б сынып оқушысы Жеңіс Медина. Я Нуриева Асель, ученица 9 А класса, кандидат президента школы. Если я буду президентом школы, то я сделаю школьную жизнь намного ярче и веселее. Конечно же, учитывая желания учеников. Я буду стараться изо всех сил повысить общую культуру учеников. Также буду проводить больше спортивных и культурных мероприятий. Мен Жетиев Қайсар, номер 108 жалпы білім беретін мектептің 10-шы Б сынып оқушысымын. Егерде мен президент болсам, алдыма қойған мақсатымды түбегейлі орындап, ол қойған мақсат Әбу-Насыр әл-Фараби айтқандай, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы дегендей, алдыма бірінші тәрбиені қоям. Оны ең бірінші алғы шарттармен орындаймын. Мәдениет, спортта ішіне кіреді. Мәдениеттен біз аудандық емес, және де қалалық дәрежелерге жетуге, және де спорттан, неше түрлі сайыстардан, шектен тыс қалмауға, әрдайым ешқандай жарыстардан қалмауға ант етемін. Мен Жеңіс Медина, 108-ші жалпы білім беретін мектептің 10-шы сынып оқушысымын. Президент сайлауының үміткерімін. Егерде президент болып жатсам, менің алға қойған мақсатым бұл ғылыми техника, экономикалық саяси, қоғамдық интеллектуалды белсенділіктерді арттыру. Менің алға қойған жоспарым осы аталған салалардағы интеллектуалды ойындар ұйымдастыру, және де ғылыми техникаға қабілеті бар оқушыларды аудандық, мектепшілік, және де қалалық олимпиадаларға қатысуларына қолдау көрсету. Мен Асанова Хадиша, 10-шы Б сынып оқушысы, номері 108-ші жалпы білім беретін мектептің президентіне үміткермін. Менің президент болудағы алға қойған ең маңызды мақсатым ол қыз тәрбиесі. Қыз ертеңгі ана ұлт болашағы. Сондықтан қыздың тәрбиесіне аса көп көңіл бөлінуі керек. Мен қазіргі мектепте жұмыс жасап жатқан Қыз жібек қыздар клубына әрі қарай сапалы түрде жұмыс жасауына өз үлесімді қосамын. Егер мен президент болсам, мен мектепті тек қана жақсы қырларынан көрсетуге бар күшімді саламын.